Казахстанским учителям угрожают акимат. Область арасындағы келісім-шарт жасап, бір-бірімен келісіп. Мен көзқарас тіл керек. Қай тілді оқыса да ешқандай шектеу қоймау керек. Ана тілін менсінбеген адамның анадан ұмытудың деуге қақысы жоқ. Жалпы бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін үйрету керек. Оны міндетті түрде қолдаймын. Буыны беккенше өзінің ана тіліне сусындап өсу керек. Сондықтан үйрету керек, жастайынан үйретсе тез үйренеді. Шынында да Тұрсынбек Қабатов бүгінгі күні өзінің орынды әзілімен көпшілікке, көрермендерге ұнап жүрген әртіс. Шынында да мұғалімдердің жағдайын көтеріп атқанына біз өзіміздің алғысымызды айтамыз. Поводом для экстренного реагирования родителей учеников могут стать отметки в электронных дневниках. В казахстанских школах планируют запретить бумажные журналы. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев объяснил, почему школы до сих пор полностью не перешли на электронные журналы и параллельно используют бумажные носители. Жаңа жылдан бастап мектеп мұғалімдерінің жалақысы 30%-ға өсіпті. Облыс әкімінің өкімімен санитарлық тазарту, көркейту және көгалдандыру 2 айлығы жарияланды. Ең белсенді топ қала мектептерінің оқушылары мен мұғалімдері. Алматы облысының Қарасай ауданында ұстаздар қауымын қара жұмысқа салып, білім беру туралы заңды аяқ асты деген мұғалім проценті 5 күндік оқу аптасына көшті. Оқу жүктемесінің көп болуына байланысты, әсіресе гимназия, лицейлерге қиындау болып тұр. Ал Алматы облысында мұғалімдерді газет журналға жазылуға мәжбүрлеу әлі тоқтамаған. Мектеп қызметкерлері қажетсіз басылым үшін 10 мың теңге беруге биылды міндеттелуде. Ал басшылықтың бұл бұйрығын орындамаса, қуғын сүргінге ұшырайды екен. Мұғалімі тұрғындарды түгендейтін санақшы, жөндеу жұмыстармен айналысатын сылақшы, көше тазалайтын сыпырушы ма? Білім және ғылым министрлігі ата-аналардан заңсыз ақша жинауды тоқтатпақ. Ерлан Сагадиев встал на защиту учителей. Сегодня главный педагог страны заявил, что будет лично ограждать их от финансовых проверок. Важная задача – это запретить, заставлять учителей выполнять несвойственные функции. Сегодня мы знаем, они анализы собирают, и карточки проездные распространяют, и делают вот эти обходы. Мектепке еденді жууға қабылдау үшін пара беру керек. Мектепке мұғалім болып орналасу үшін пара беру керек. Басқа облыста ондай жоқ. Тек қана сендерде бар. Ал енді басқа жерлерде не ондай болатын болса? Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра встречай, учи и снова расставайся, когда